Сәлем достар, бұл ой қозғау подкасты. Бүгін біз қазақ жастарының оқу мәдениеті, кітап пен цифрлық дәуірдің арақатынасын талқылаймыз. Біз жүргізушілер Тимур Бектұр және мен Мақпал Жұмабай. Ал біздің қонағымыз Тимур. Біздің қонағымыз Перизат Мырзахмет. Бұл кісі әлеуметтік желіде кеңінен танымал десек те болады. Және киносценарист. Әлде жалпы сценарист? Жалпы сценарий. Сценарист. Сондай көпшілігіне кітап оқу мәдениетін таныту. Жалпы бір кітап оқуға деген миссияны өзіне жүктеп алған насихаттаушы деп айтсақ та болады. Өзіңізге тағы қандай анықтама қосасыз? Ешқандай. Маған сол Ешқандай. жетеді. Мен өзім ойлаймын, андай адамның аты мен фамилиясынан танымаса, оның қалған атақтарында пайда жоқ деп ойлаймын. Солай ма? Өте қатыгез, бірақ рас. Қазіргі таңда енді ақпарат өте көп. Кітап бар, осындай подкасттар бар, ол аудио түрінде, видео түрінде болсын, әлеуметтік желі сірә о бастан бар, мессенджерлер бар. Бірақ енді осының барлығы біздің критикалық ойлауымызды дейміз бе, жалпы ой тереңдігін азайтып жатқан сияқты. Сондықтан біз осы бір үрдістің дейміз бе, процестің дейміз бе, құбылыстың дейміз бе, бір жан-жағын талқылап көрсек деп шақырып отырмыз. Бұйыртса. Иә. Енді бүгінгі подкасты Мақпал екеуміз жүргіземіз. Тағы да қайталап айта кетсем, Мақпал Жұмабай бұл Шайсұлтан Шаяхметов атындағы Тіл қазына орталығының директоры. Жай ғана Мақпал Жұмабай деп келсек. Жай ғана Мақпал Жұмабай. Содан кейін осылай. Ақын. Біз үшін ақын, оқырмандар үшін. Енді көптеген танымал кітаптардың авторысыз, сценарийлер жазып жүрсіз. Жалпы оқуға жастарды дейміз бе, әлде қазір әлеуметтік желіде отыратын негізгі қай аудитория, мәселен 25-34 аралығында ма негізінен? Менде әртүрлі жаста. Негізгі андай болады ғой, негізгі қабырғасын құрап тұрғандар сол 24 пен 35. Бәсе. Бірақ үлкен адамдар да көп. Мен жаңағы айтып кітаптарды ұсынып жатсам, әй қарағым, мынаның аудиосын қайдан табамыз, менің көзім жетпейді. Сосын ең қуантатыны, және тек қана Қазақстанда емес, қазақ тілді оқырмандар Қарақалпақстаннан жазады, Қырғызстаннан жазады, Монғолиядан жазады, Өзбекстаннан жазады. Бұл кітапты қалай алсақ болады? Мен мысалы Мұхтар Мағауиннің кітаптарын жиірек ұсынам, Қасым кітап шығарған сол кезде, ойбай, мына кітабың ұнап отыр айтқаның, енді бұны қалай аламыз деп жазады да. Сол кезде жаңағыдай өкініп қаласың, қолыңның қысқа болғанына, бәріне бір тезірек таратпастағың келіп тұрады, оқып тастаса пікір алмасақ екен деп тұрады. Бір жағынан қуанам, ондай аудиториямыздың үлкен болғанына, және бір жерде ғана емес, өзіміздің бір бабылымызда отырған жоқпыз. Бізде жан-жақта іздеушілер бар екен, жоқтаушылар бар екен. Қуантады сол жағынан. Перизат ханым, мен Тимурдың сөзін жалғап жерсем, сұрағын, сіз жас ұрпақтан кері байланыс алып жүрген бірден бір адамсыз. Қазір мен соңғы уақытта байқаған нәрсем, аға буын жас ұрпақпен байланыс алмайды. Коммуникация тілі жоқ, ортақ тіл жоқ. Бір-бірінен қорқады десек болады, тырнақшаның ішінде. Сондай жағдайда сіз өзіңіздің аудиторияңызбен қоян-қолтық араласып жүрген адамсыз. Мысалы, Z ұрпақ дейді, альфа ұрпақ дейді. Солар кітапты қалай қабылдайды? Олардың бір нәрсеге зейін қоюы қазір үлкен проблема деп айтып жатыр ғой. Мына фокусымыз 14 секундқа. Сторидің немесе тағы да актуал осы әлеуметтік желілер бізге қойған талаптарға сәйкес адамдардың қабылдауы да күрт төмен түсіп кетті дейді. Соған сәйкес қазіргі әлемде кітаптың орны қандай? Кітап әлемі негізі үлкен эволюцияға келе жатыр қазір. Соның басында тұрмыз деп айтамыз ба? Өйткені енді біз бұрынғыдай біз оқығандай оқы деп айта алмаймыз жас буынға. Форма өзгерді дейсіз. Форма өзгерді. Оларға сендер біз оқығандай жаңағы том 800 беттік кітапты оқып тастауларың керек, оның барлық кейіпкерін жатқа білулерің керек, талдай алуың керек деп айта алмаймыз мүлдем. Өйткені олардың өмірінде шын мәнінде ақпарат өте көп, шектен тыс көп. Оны адамның қабілетінен, мүмкіндіктерінен жоғары тым ол ақпарат. Сондықтан оларға бірінші жаңағыдай оқудан бұрын бірінші сол ақпаратты өңдеуді үйретуіміз керек деп ойлаймын. Бірінші кезекте сол мәдениетті үйретуіміз керек. Ол үшін енді солардың тілінде сөйлесуге тырысамыз. Мен енді Джоан Роулингтің сөзін өзіме
ұстаным қылып алғам. Ол кісі айтады, мен дейді үлкен адамдарды түсінбейтін балалардан қорықпаймын дейді, мен жастарды түсінбейтін, өзінің жастық шағын ұмытып кеткен үлкендерден қорқамын дейді. Шын мәнінде мен ойлаймын, үлкендердің үлкен проблемасы, сендер біздей болыңдар, бізге тартылыңдар деп құр ұрса береміз да оларға, ал өзіміз еңкейіп бір нәрсені оларға дұрыс түсіндіре алмайды екенбіз жастарға. Сосын олар сұрауға қорқады. Сұрауға жаңағындай ғой, бір-бірінен қорқып жүреді. Иә, сұрауға қорқады. Сосын сұраса дүрсе қоя береді, сонда білмейсің ба деген сияқты. Ал олайынан ол мүмкін емес, ол педагогикаға да жатпайды. Біз керісінше оларға бір қадам жасап, түсіндіруге тырысуымыз керек деп ойлаймын. Сосын барынша енді ол кітаптар, біз оқыған кітаптар, біз оқыған әдебиет, қай тілде болсын, олардан алатын құндылықтарды, оның жаңағы 800 бет бүкіл оқиғаны, сюжетті суреттеп жатуды емес, олардан алатын құндылықтарды барынша сол қалпында жеткізуге тырысу керек деп ойлаймын. Біз енді айтып отырмын ғой, жаңа өзімнің балама да мысалы кәдімгідей саудаласып бітеміз оқу үшін кітапты. Жаңа сіз бір сөзіңізде қазіргі ұрпаққа біз кітап оқы деп міндеттей алмаймыз деп айтып қалдыңыз. Енді бір салыстырмалы түрде айтатын болсақ, сіз өзіңіз неше жастан бастап кітап оқи бастадыңыз? Әсіресе іргелі. Әріп танығаннан бастап, енді мен барлық подкаст айтатыным сол, әжем латиница оқығанда, ол кириллицаны білмейді, содан үйдегі кітаптың бәрі кириллица. Сол кісіге оқып беруден басталды менің жаңағы кітаппен танысуым. Алдына іргелі, мысалға Абай жолы, кәдімгідей саналы түрде оқығаным, ол бір 9-шы сыныптан басталды. Енді сұрағым мынау. Сіз іргелі классикалық әдебиетті, қазақ әдебиетін 8-9 сыныптан бастап оқи бастасаңыз, енді өз замандастарыңызбен, өз қатарыңызбен салыстырған кезде қазіргі жастар қаншалықты деңгейде оқып жүр деп ойлайсыз? Ол өте қазіргі жастар оқиды, бірақ олар біз қалаған кітапты оқымайды. Мысалы, меломанда көремін ғой жастарды, қазақ балалары, қазақ тілді кәдімгідей жастар, бірақ олардың барлығы мынау шетел фантастикасын, әсіресе фэнтези жанрларының айналасында жүреді. Сіз қызық тақырып қалып келіп отырсыз. Ана қазақ классикалық әдебиетін олар біледі, ондай авторлар бар екенін біледі, ондай жазушылар бар екенін біледі, ондай әдебиет бар екенін біледі, бірақ оған қорқақтайды. Өйткені ол ақпарат олардың қалай айтсам баблдарында жоқ ол ақпарат. Ал анау жаңағы әртүрлі қазіргі мынау бір немедегі принц убил бірдеңе деген бір дракон бірдеңе туралы кітаптарды көп оқиды, том-томдап оқиды. Және сосын кімді Агата Кристиді өліп оқиды, жанталасып оқиды. Соны том-томменен осы алып алып, 10 шақты кітабын алып алып. Мен бір кішкентай қыздарды білемін, 14 жаста, 13 жаста Агата Кристиді кәдімгідей виш-листіне қойып шешелерінен соны бәленбай мыңға сатқызып алған, және коллекциялық жаңағы шығарылымын саттырып алған қыздарды білем да. Олардың қолданатын ақпарат кеңістігі мүлдем басқа. Олар жаңағы YouTube, TikTok, сол жаңағы фэнтези жанрында, мысалы мен бір қыздарды бақылаймын, кәдімгідей сол фэнтези жанрындағы кейіпкерлерге косплей жасайды. Ана кейіпкерлердің бір ерекшеліктерін айтады, солар туралы әрі қарай фанфик дейді өздері. Одан әрі қарай шығарманы жалғастырып жазады. Қолдырбастар дейсіз ғой, иә. Ал енді бізде мысалы сіз просто көз алдыңызға елестетіңізші, Қыз жібекпен Төлеген ары қарай фанфик жазды десе, қырып тастайды ғой бізді. Өлтіріп тастайды ғой, барады да ойбай деп шаңын шығарады Фейсбукта мысалы. Сосын олардың жағы бабылы мүлде бөлек. Олар жаңағы остановкада тұрған, күнде мұғалімдер айтып жатқан нәрсе оларға миына кірмейді. Олар TikTok жаңағы 15 секундтық видеода олар бір нәрсені іліп қалады, эмоциядан ілігіп алады да, барады да соны іздейді, соны оқиды. Яғни заманауи құралдарды, заманауи трендтерді, заманауи барлық жаңашылдықтарды оларды насихаттауға қолдану керек. Соларға бірден синтездеп жіберу керек деген. Мен мысалы бұрын маған көп айтатын, осыдан бір 2 жыл бұрын, сіз неге жаңағы Инстаграмда насихаттамайсыз кітаптарды, әр авторлар туралы жазып? Мен айтатын, енді қалай мен бір автордың кітабын отырып талдап, соған өзіме контент жасағым отырмын дейсіз ғой. Мәжбүр болдым, өйткені олардың қолдану аясы сол да, ол ақпаратты алу түрі сол. Оқырман саны жастар оқитын еліміз ғой, иә? Құдайға шүкір өсіп келе жатырмыз. Мен осыдан 5-6 жыл бұрынғы уақытпен салыстырамын өзімді.
айналамдағы адамдар кәдімгідей оқитын болған. Бұрын мүлдем Марвинға барған кезде мен меломандан кітап алып тұрған кезде айналамда ылғи орыс тілді жастар болатын. Осы жерде бір деректі қосып жіберейінші. 25 жылы осы жылы Егов мобайл платформасында сауалнама жүргізілді. Бәріміз білеміз, үздік кітаптарды анықтады. Соның нәтижесі бойынша қазақстандықтардың басым бөлігі 57,3% тұрақты негізде кітап оқиды. Ол енді Еговқа кіріп, оған дауыс беруге ешкім қинай алмайды ғой, ерікті түрде жүрген нәрсе ғой. Респонденттердің 31% жылына 1-3 кітап қана оқиды екен, 26,3% 3 кітаптан артық оқиды екен. Сауалнамаға қатысушылардың 6,2% ғана кітап оқуға ешқандай қызығушылығым жоқ деп айтыпты. Яғни біздің еліміз кітап оқитын ел. Енді біз нарративтерді өзгертуіміз керек. Кітап оқымайтын ел, кітап оқымаймыз. Ондай дүниені біз көпшіліктің алдында енді осы жерде жалғастыра кетейін. Мынау мендегі де статистика бойынша 2019-да ұлттық кітапханада оқырмандар саны 52 мыңнан асқан. Бұл соңғы 5 жылдағы кітап оқушылар санының 2 есеге өскенін аңғартады дейді. Сонымен қатар 2019 жылы 20 мың оқырман тіркелсе, 20 жылдың 2 айында ғана тіркелген оқырман саны 21 мыңға жеткен. Қайталап айтам, қараңыздаршы. 2019 жылы 20.411 оқырман тіркелген жыл бойына. Ал 2020 жылдың 2 айында 21.064 адамға жеткен. Яғни жалпы динамика бар. Статистика өсіп келеді. Және оны өзіңіз субъектив тұрғыда да анық байқап жүрсіз. Енді менің қоршаған ортам сондай болып тұрды. Мен басында ойлайтынмын, енді бәрібір аз сияқтымыз, бәрібір әлі салыстырмалы түрде аз, әлі жаңағы бір 5-6 авторды ғана оқитындар бар. Жаңағы аты шулы шығып әр жерде әйтеуір ақпараттық кеңістікте бар авторларды оқиды. Дегенменен іздеушілер өте көп, сұраушылар өте көп. Апай, мынаны бітіріп тастадым, мына авторды енді қайсысын оқиық деген жаңағы іздеушілер өте көп. Сол жағынан қуанам. Сосын кәдімгідей саналы түрде кеше бір қыз былай депозиттарының скринін жібереді. Кітапқа деп 140 мың теңге жинақ қойдым дейді. Соны қайда жұмсасам болады деп сұрадым. Мен қандай күшті. Маған жібере салыңыз. Мен саған жіберемін. Сосын кеңес беріп жатыр. Міне осындай авторлар бар, соларды ақырын шетінен алып көр, сосын өзіңе ұнаған авторды соның ішінен таңдайсың деген сияқты. И ол бір мен басында болды, әлеуметтік желі үшін, романтизация үшін жасағандар да болды. Бірақ ол да бір деңгей ғой, жаңағы өту керек. Онда бір трамплин деп айтады. Өтті. Енді қазір саналы түрде күнделікті өмірінде кітап оқуды әдетке айналдырған, декретте отырған аналар қаншама бар. Студенттер енді боса болмаса оқиды олар деген сияқты. Бұрын ойбай қыздар ғана оқиды деген бір тенденция болып еді. Қазір жігіттер өте көп бір жаңа ойды талқыласақ қалай қарайсыздар? Мысалы мен жақында бәріміз қатыстық қой, Digital Bridge-де үлкен әлемдік ғұламалар келді ғой. Пол Ким бастаған, солардың сессиясына қатысқан кезде Саясат Нұрбекұлы жүргізді, өте қанаттандырды өзінің сессиясында. Сол кезде айтты, енді алдағы уақытта мұғалім деген, ұстаз деген ұғымның өзіне қайта қарау керек болады деді. Кез келген модель, ChatGPT, Gemini, кез келген мұғалімнен ақылды, ғұлама, мықты, қате ешқашан жібермейді. Сонда мұғалімдер несімен оза алады? Тек қана тәжірибесімен. Яғни өмірлік жолымен, тәжірибесімен, өзінің сара жолымен, дара жолымен ғана алдағы уақытта оза алады деді. Және сезімдерімен. Сол маған өте ұнады. Мен тәжірибенің ішіне кіріп тұрмын. Сол секілді қазіргі кезде жастарды жалпы ештеңе оқымайды деп айтуға болмайды. Күні бойы телміріп смартфондарда отырады. Күні бойы гаджеттерде кем дегенде 5 сағат отырады. Ол дегеніңіз кем дегенде 5000 сөз оқып жатыр деген сөз. Яғни оқу дегеннің өзін қайта қарастыратын уақыт келіп қалған жоқ па? Демек біз мұғалім деген, ұстаз деген ұғымды қайта қарастыруға әлемдік қауымдастық үлкен зиялы орта кірісіп кетсе, неге біз кітап оқу, жалпы оқу деген ұғымды қайта қарастырмаймыз? Осыған пікіріңіз білгім келіп тұр. Сол жаңағы басынан айтып отырғанымыз сол ғой, біз бұрынғы классикалық өзімізді қалай үйретті мұғалім, сол нәрсені басқаша қарауымыз керек. Және мұғалімға бұрынғыдай, мына мұғалім мен бұны үйрететін, мына кітап туралы пікіріңді айтшы, жоқ бұл пікірің дұрыс емес деп айтатын адам емес. Ол жетектеуші, ментор ғана. Коуч сияқты. Коуч сияқты. Басқа мағынасындағы коуч. Біздің нарықтағы коуч емес. Әбден жек көрінішті оған коуч емес. Бірақ бұл мен сізбен толық келісемін.
толықтай келісемін. Бірақ Бірағы бар. Ол қазір мұғалімдерге салмақ қатты түсіп жатыр. Олар мен де осы ойды бір-екі рет айтқанда мұғалім оқырмандарым кішкене ренжіп қалды. Енді біз пән сабағынан бөлек жаңағы ТЖБ, БЖБ, сынақ, емтихан, күнделікті жаңағы үлгерімінен бөлек, күнделік дейміз бе, операциялық жұмыстардан бөлек енді әрбір балаға сол отырсақ, сонда уақыт қайда оның барлығына деген бір егер жаңағыдай менторлыққа көшетін болсақ, оның бағалау формасы да, оны бақылау формасы да өзгереді. Енді қазір айтып жатыр ғой, мысалы мұғалімдерді сыныптан тыс балаларды бақылайсың деген жауапкершіліктен алып жатыр, Құдайға шүкір. Дұрыс. Біз бәріміз ақырындап мұғалімдер жағына шығып жатырмыз. Әрине, біз шығуымыз керек мұғалімдер. Бірақ енді осы жерде мұғалімнен сәл ата-анаға қарай ауысайықшы, өйткені біздің қоғамда шынымен барлық жауапкершілікті мұғалімдерге жүктеп тастап, ата-аналарды барлық жауапкершіліктен босатып жатқан сияқты болып көрінеміз да кейде. Мысалға, көшеде бірдеңе оқушы білдірсе де мұғалім кінәлі, мектеп кінәлі, сабағы нашар болса да мектеп кінәлі, мұғалім кінәлі. Оқуға түспей қалса да, кітап оқымаса да. Бірақ түбі сол оқудан келіп шығады ғой, оқыған бала үздік оқушы болады, әдетте, негізінен. Оқыған бала ойлы болады, оқыған бала әдетте тәртіпті, мәдениетті болады. Енді ата-ана сол бала шағасын кітап оқитын тұлға қылып қалыптастыру үшін, әсіресе біз секілді заманауи ата-аналар, 21 ғасырдың ата-анасы, 21 ғасырдың Z ұрпағы ма, альфа ұрпақ па, қандай ұрпақ болып кетті қазір? 16-дан кейін альфа ұрпаққа 13-тен кейін. Осы кітап оқуды қалай дәріптейміз? Енді сол жаңағы әңгіме ғой, мен басында ойлайтынмын жаңағыдай, бұны күніне осынша сөз оқытуым керек, осынша беқыт оқытуым керек деп, сосын баламның темпіне қараймын, сосын жаңағы миының жұмыс істеуінен сараптап қарай бастадым да, ол мен сияқты қабылдамайды екен әлемді, жалпы кітапты олайынан қабылдамайды. Сосын жаңағы мен сияқты сакрализация жоқ, мен ана кітаптарды үстіне шаң жуытпай бүйтіп ойбай мынаның бетін бүктеме, мына жерін сурет салма деген сияқты нәрсе. Біз тіпті бетін келген бетімізді бүктеуге де қымсынатын еді жоқ заманның адамдарымыз ғой енді біз. Менің де ұлдарым оқып жатқан кітабын бет лақтырып тастап жүре береді. Кәдімгідей лақтырып тастайды осылай. Сөмкесінде мұж болып жүретіндей жағдайға жеткізу керек та оларды. Енді Құдайға шүкір, оларда қызығушылық бар, бірақ соған біз өзіміз андай бір өзімнің ұстанатын нәрсем, мен айтам балам, сол әжемнің ұстанатын жаңағы менің көзім жетпейді, мен мына қаріпті танымаймын деп маған қаншама кітапты оқытты. Мотивация берген ғой. Сол қазір мен балама айтамын, мен жаңағыдай мынау оқуға осыны қолым тимей жатыр, сен мен қасымда отырып, осыны бір оқып берші деймін. Кейде құлқы болған кезде оқып береді кәдімгідей, мам қара мына жерде мынандай болыпты деп, сосын әлгі мазмұндап айтып береді. Кеше ғана жүгіріп келіп. Ой, қазіргі балалар. Құлқы болған кезде. Иә, құлқы болған кезде. Астын сызып тұрып айтуды өтінемін. Ол рас, құлқы болған кезде. Енді мынау альфа ұрпақ мүлдем андай енді андай ғой, космо энергия бойынша бұлар мүлдем басқа, оларды жаңағы сындырып жіберуге болмайды. Жетектеп отырып қана деген сияқты ұстанымды өзім ұстанамын, енді оның барлығына таңып жатқан жоқпын, бірақ дегенменен балада ынта бар, ой бар, сана бар, логикалық сұрақтар қойған кезде, төтесінен қойған кезде андай. Иә, сұрақты төтесінен. Ұқсас бір-біріне балалар. Ұқсас, қатты ұқсас. Ауылдан тарайды ғой, өзіңіз айтпақшы. Сондықтан ойлаймын, бір андай қараспанды жауға алдырып, ойбай бізде ақыр заман енді балалар оқымайды дегенге келісіңкіремеймін да. Олар басқаша оқиды кітапты. Соған көруіміз керек. Демекші, немесе оқиды, кітап оқиды демекші, менде қазір мынандай ой пайда болып отыр. Яғни қазіргі жастар, мектеп оқушылар жалпы кітап оқиды, бірақ олар біздің кітап оқу дегендегі түсінік түйсігіміз бұл қазақ әдебиетінің классикасын оқу екен, иә? Олар жаңағы Руалд Дахл, Джон Роулинг, жаңағы комикстер, анимелер, тағы бірдеңелерді оқиды. Енді біз сол, яғни оқиды екен. Әйтеуір бір жаңағы әріптер, қосылған әріптерді сканерлеп жүр екен. Енді соны ағылшын иллюстрация, орыс тіліндегі контенттен қалай біз қазақ контентке қарай бұрмалаймыз? Жалпы әлемдік әдебиетте өз бір 30 шақты ғана сюжет бар.
оның жаңағы шарықтау шегі, байланысы, жаңағы жететін жері бәрі белгілі. Бірақ олар қазіргі жаңадан шығып жатқан әдебиетте де сол сюжеттің айналасы, одан артық ешкім ештеңе ойлап тауып жатқан жоқ. Кейіпкерлердің психотиптары, образдары барлығы бір шамада жазылып қойған дейсіз ғой. Иә, жазылып қойған. Одан ол тысячеликий геройдағы суреттелген ешкім ештеңе артық ойлап таппайды. Бірақ олар тек қана сол ақпаратты басқа кейіпкерлер арқылы біледі. Сол сюжет, сол әрекеттер, сол психологиялық жаңағы шешімдер. Бірақ тарихи фон әртүрлі, оқиғалар әртүрлі, бірақ баратын жері, шешімі сол деген. Яғни өмірді тану, адамгершілік, жақсылық, жамандық, сол қарапайым негізгі құндылықтар дейсіз. Құндылықтар қалды. Ал біз оларға айтамыз, сен ақбілекті білуің керек, қайтсек те дейміз да, ол ақбілекті басқа кейіпкер арқылы біліп жатыр мысалы. Ал олар енді біз андай ғой, біз өзіміздің қимастығымыз бар ғой, бізге қасиетті, бізге құнды кейіпкерлерді бұлар да білсе дейміз мысалы. Мысалы мынандай таңғалдым мен, Граф Монте-Кристоға бардым, осы былтыр қойдым, шыққаны жаңа фильмі шықты. Сосын мен ұнатпай отырмын ана фильмді, өйткені осыған дейін мен оның 8 ба экранизациясын көріп тастағанмын. Содан солардың қатарындағы ең әлсіз болып шығыпты да, залдағылар вау деп отырды. Сосын ойлап қойдым, бұлар неге вау деп отыр деп. Сөйтсем олардың барлығы 90% кітапты оқымағандар. Тек қана ананың басқа экранизациясын салыстырмайды. Мен бұл тенденцияны жақсы айтып өттіңіз. Мен бұл тенденцияны былтыр ма, одан алдыңғы жылғы ма, Міржақып фильмінің кезінде де байқадым. Біз өмір бақи Алаш арыстарын, Міржақыпты оқып келе жатырмыз ғой, яғни олардың өмір баяны қандай соқтықпалы, соқпақты жерлерден өткен білеміз. Оны білмейтін қаншама аудитория бар екен. Оны экранизация түрінде көрсеткенде жақсы екен дедік та, енді бір егілетіндей ештеңе көрген жоқпыз. Біз ол жараны әбден езгілеп тастағанбыз. Бірақ тиктокта, әлеуметтік желілерде жастар жаңағы дейін, кейін деген трендті шығарды да. Яғни Міржақып фильміне кіргелі жатқанда, сосын шыққанда еңіреп, жаңағы боздап шығып жатыр. Біздің ата-бабамыз осындай болған екен ғой деп. Сонда мектепте оқымай ма, қалай? Жоқ, оқымайды емес, олар мүмкін андай ғой, бәрібір оқиды, бірақ бәрібір мектепте жаңағы сол құрғақ факт, әлі құрғақ факт. Ол жаңағыдай эмоциямен түсіндіре алмауы мүмкін. Мен өзімнің ұстаздарыма рахмет айтатыным сол, ол кісілер жаңағы бәрібір эмоция қосып тұрып, жаңағы неге жаңағы сторителлинг қой тағы да. Неге Санжар Керімбайдың әңгімелері қатты өтеді. Әйтпесе соның барлығын ата-әжелерімізден естіп жатқан әңгімелер ғой, кішкентай күнімізден. Ана кісінің әңгімесі соның бәрін жаңғыртып жатыр да миымызда. Неге? Өйткені ол кәдімгі мына қазіргі мысалдарменен келтіріп, бір салыстырып, жан-жақтан бүйтіп бір күшті синтезбен алып шығады да ананы. Сол кезде миыңда басқа нәрсе қалыптасады. Ал жастар ананы видеосын көреді, аудиосын естіп жатыр, сосын жаңағы мектепте қалып кеткен бір капля болса да бір ақпарат бар, соның бәрі басында қосылған кезде эмоция бүйтіп жарылып жатыр да. Сондықтан ойлаймын, андай формасы өзгеріп келе жатыр, балалардың қабылдау формасы. Сондықтан оларға сендер тек мен өзімнің енді үлкен миссиям әйтеуір қазақ авторлары көбірек танылса екен деген нәрсе, бірақ дегенменен оларға бұны зорлықпен таңғым келмейді. Олар өздері келсе екен біраздан кейін осыған барлық әлемді зерттеп болғаннан кейін. Ұзақ мерзімдік жұмыс қой. Оның нәтижесі бірден болмайды. Сіз жаңа өзіңіздің күшті лайфхагыңызды айттыңыз. Лайфхактармен бөлісе отырайық. Бәріміздің балаларымыз бар ғой, өмірлік тәжірибеміз бар, мүмкін қызық болады. Сіз айттыңыз, баламды қинамаймын, оның қабылдау ерекшелігіне қараймын, сосын керісінше соның қажеттіліктеріне бейімделемін деп. Мен айтсам, мен балалы болғанда дүние төңкеріліп қалды ғой, бүткіл жаңағы өзіңді бір құдай ана сезінетін сәт болады, не берем деп соны толғып жүргенде көп кітап оқыдық, қандай ана болу керек деген сияқты. Сөзде мен қай кітаптан оқыған есімде жоқ, кітапқа әуес қылудың кәдімгідей үйретілетін алгоритмдері бар екен, оқып қалдым. Соны бөлсейін. Туылғаннан бастап кітап дос деп айтамыз ғой, бізде кітап дос дегенде дәлелдей алмаймыз қалай дос екенін. Ол кәдімгі кітап дос болатын болса, ол қасында жүру керек. Яғни ана суға батпайтын, тістесең жұлынбайтын сондай кітаптар бар да, негізінде қалыңдау, андай лакированный өзі сондай. Сондай кітаптар таңдап аласыз алғашқы кітабын, сол туғаннан бастап қасына жатқызасыз, сосын бұның кітаптың қарны ашып қалды деп айтасыз, кітап ұйықтағысы келіп тұр, екеуі бірге жатады. Бала бейсаналы түрде кітапты дос екенін қабылдайды.
Сосын өмірде қандай жағдай болмаса тыпырлап жүрген кезде сол кітапты іздейді, кітапты құшақтайды. Мен айтып отырмын ғой, екінші анасына айналады деп. Міне мен сол кезде түсіндім. Ол жерде кәдімгі алгоритм жазылған. Осылай істейсіз, осылай істейсіз. Олай істемеген жағдайда кітапты ол әріпті 6 жаста таниды ғой. Ал баланың барлық базалық құндылықтар 6 жасқа дейін қалыптасып кетеді. Ал біз қалыптасып кеткен балаға кітап оқы. Сол мен пысық соны оқып алдым да, балаларыма тура соны жасадым ғой. Қазір менде күніне, айына, жылына 100-деген кітап оқитын бала бар. Кітап жейтін балалар бар қазір үйде. Тек қазақ тілінде емес, орыс, ағылшын, тағы да басқа тілдерді оқи береді. Ол қазір мен мысалы айтам, балалар кеттік, сапарға кеттік, жол сапарға кеттік десек, рюкзактарына 4-5 кітап салып алады. Мен көріп отырмын нәтижені. Осыны ылғи айтқым келеді. Сондай лайфхактарыңыз болса, айтып отырсаңыздар. Мүмкін бізге осындай алгоритмдерді жазған бір нұсқау, сондай әдістеме, сондай жасау керек шығар. Талқылаудан бір әрекетке көшу керек шығар. Мысалы, сіз үлкен қауымдастық жасадыңыз, енді кітап оқуға үйрену деген ұғым бар ғой, өзіңіз білесіз. Үйренуді де үйрету керек. Ол өзінен өзі болмайды. Кез келген тіпті ең оңай дағдылардың өзін айлап, жылдап, өзіңді қинап, кәдімгі желкелеп, рухың, жігерің мықты болса ғана үйренесің. Ал кітапты оқыту деген сұмдық қиын нәрсе ғой негізі. Осындай нәрселерді қосып жаңа тәжірибені. Сосын біз енді мен өзімнен көп байқайтын нәрсе, сосын айналамда да сол нәрсені жиі талқылаймыз. Біз мысалы, қойшы, ол онсыз да элементарный ақпарат қой деп көп нәрсені айтуға тартынады екенбіз. Дұрыс айтасыз. Қойшы, бұны бәрі біледі ғой дейміз, білмейтін адамдар да бар екен да оны. Сосын сол жаңа қарғынды ашқаннан кейін мен соны түсіндім. Біз қойшы, осында білмейсің бе деп қаласың да, сосын яғни менің миссиям бұл жерде сол элементарный нәрсені түсіндіру керек екен ғой. Мен неге оған тәкаппарланып өзімше ол ақпаратты менсінбей тұрмын. Маған да оны кезінде біреу үйретті ғой. Сондықтан ол ақпаратты мен ары қарай да беруім керек екен. Ой, ана жерден оқып ал, мына жерден оқып ал деген нәрсе жүрмейді екен бұл нәрседе. Үйрету керек дейсіз ғой. Үйрету деген нәрсе сол қарапайым элементарный нәрселерден басталады ғой. Біз ана бірден масштабқа шыққымыз келеді да, тек қана үлкен жаңа оқып біліп туған дайын тек қана бәрін сіңіре беретін балалар болу керек. Оны үйрету керек қой. Демек, бұл жерден шығатын қорытынды менің жеке пікірім, ешкімге таңбаймын, ата-ана жауапты барлығына. Кітап оқыса да оқымаса да, мектепті қоспаймыз, мемлекетті қоспаймыз, ешкімді қоспаймыз, тек қана ата-ана, басқа ешкімде жауапкершілік. Ол мынандай нәрсе ғой, мысалға кітап оқы деп ұрсып, бірақ кітап алып бермесе, ол қайдан оқиды? Өзі сотқа шығып отырса. Ал кітап алып беру деген ол кәдімгідей қаржылық инвестиция. Мысалға алғасын бір 5-10 шақты кітап аласыз ай сайын деген секілді. Сосын ол кітап алғаннан кейін де ол құр жатып қалады ғой. Оны тағы оқыту керек. Оған уақыт инвестициясы деген бар. Сосын түсінбесе оған тағы жауап беру деген бар. Мен әдетте негізі анау жіберіп тарту деген қазақтың дәстүрлі тәртібін қолданам. Яғни біресе басынан сипап, мотивация беріп, мақтап, сен кереметсің. Сосын жіпті қаттатып. Келесіде жоқ, осыны оқисың. Осыны бітір. Бұны оқу керек. Мәміле қаталдау болып біздің істеп отқанымыз сол жіберіп тарту. Енді кейде ол да бір жақсы әрине. Және әр бала әртүрлі ғой. Әр бала әртүрлі. Әртүрлі, біз оның барлығына бірдей жаңағыдай жаппай осы әдісті ғана қолданыңдар деп айта алмаймыз. Ата-ана жауапкершілікті сезіну керек бірінші кезекте. Бұл бала маған керек, бұл болашағы маған керек, бұл менің балам деген нәрсені түсіну керек. Біз әлі кеңес үкіметіндегі баланы туа сала жаңағы балабақшаға береміз, балабақша жауап береді, одан кейін мектеп жауап береді, одан кейін жаңағы университет, сосын университеттен жұмысқа береді, оны болды. Менен алып кет деген нәрсемен әлі жүрміз да. Ол андай ғой, мида атрофияға ұшырап тастаған ата-аналардың. Әйтеуір тірі болса болды деген. Осы уақытқа дейін мынандай нарратив көп тарап келді ғой, әлеуметтік желілер, жалпы технологиялар, жалпы осындай дамудың барлығы кітапты жойып жатыр деген, енді бұған басқаша қарап көретін уақыт келген сияқты, керісінше солар жаңа оқырман тудырып жатыр, демек осындай бір жаңа нарративтар туып жатыр да. Яғни мен өзім кітап кезет жасадым ғой, сол кезде мысалы көп қарсылықтар болды. Мысалы кітап
кітап, электронды кітап кімге керек, аудио кітап кімге керек, кім оқиды деген сияқты. Сол кезде түскі уақытта мен қарайтынмын қанша адам кітап оқып отыр деп. Сонда мен тамақ ішіп отқан уақытта 8.000 адамның, 10.000 адамның, 15.000 адам кітап оқып отқан көретін да, іштей сол бір шындықты білгеніме масаттанып, жалғыз статистикамен де ғой қуанып, кімге айтарымды білмей, жаңағы дұрыс екен, бәрібір жастарға сену керек екен. Сол кезде бір несін ұстап қалдым да. Сол жалпы қазіргі әлемдік тренд қалай? Мысалға жазушы бір кітабын жазып шықты, иә? Енді сонымен әрі қарай өзі маркетолог ретінде өзі айналысу керек пе, әлде ортада кешенді жұмыс қой оның барлығы? Үлкен кешенді жұмыс. Мысалы, менің сүйікті авторым Элиф Шафақтың кітабының соңында міндетті түрде 2 бет алғыс айту болады. Сосын мен басында таңғалатынмын, неғып бір кітапты жазусын осыншама адамға алғыс айтып. Сөйтсем, оның барлығы әуелі мысалы жазады да бір фокус группаға береді. Мысалы, әрине олар оқиды, солардың барлығын алғыс айтып ұжымдық үлкен ғылыми тіпті жұмыс. Өйткені бәсекелестік өте жоғары, әлемдік нарықта бәсекелестік өте жоғары. Демек бізде келесі бір проблема пайда болып жатыр ғой. Демек оқырмандар, жазушылар басқа подкаст мысалы өзінің өнерін өзі насихаттап, өз кітабын өзі шығарып, солай өмір бойы солай еңбек еткен автор ретінде, мысалы мен айтар едім, ол өте әділетсіз. Бірақ біз уақыттың талабын қабылдап, сол дүниенің бәрін үйрендік. Бірақ мен өзімнен кейінгі авторларға оны тілемеуші едім. Олардың талантын танып, оларға жағдай жасайтын менеджерлер тобы, топ менеджерлер пайда болу керек. Ол бар ғой, қазақтың екінші ендігі келе жатқан мұнайы ғой, кен байлығы ғой. Мына тауып алда керемет баланы, кішкене ақшасын бер басында аздап, сосын үлкен табыстарға жеткен кезде ол сені де, елді де, басқаны да байытады. Асырайды дейсің. Соны біз енді көре алмай бара жатырмыз, бірақ біздің арқамызда келесі буын көреді оны міндетті түрде. Ол басқа проблема. Біз үлкен көпірміз. Мен өзім сол мен де бұрын қатты армандайтын, мен көруім керек сол уақытты деп. Бірақ мен қазір қабылдадым. Мен де қабылдадым. Мен қабылдадым. Жарайды, мен көрмей-ақ қоямын, мен балам көреді. Амбициялы, сондай өнер адамы, автор үшін өте қиын. Бірақ сен бір сәтке келгенде өзің балаңа қарап тұрып айтасың, осылар көреді. Ол бір неме деуші еді, кемелдік па, не өзіне қарсы боласың, бірақ оны ол келеді екен өзінен. Оны қабылдайсың, ол да андай миссия ғой. Енді барлығымыз әрине миссияны атқарған кезде алғы шепте болғың келеді, бірақ сен мүмкін қарапайым ғана бір қалқанын ұстаушы болсаң да, өзінің жоспарлаған, өз орнына қойған нәрселері бар. Сондықтан біздің жалпы орталық Азияның қазіргі жастардың тілімен айтқанда прайм дәуірі енді келе жатыр. Сізге бір лирикалық сұрақ қойсақ бола ма? Жалпы философиялық сұрақ десек болады. Кез келген адамның өмірінде мен кіммін, не істеп жүрмін, жаңа сондай сұрақтардың бір кезеңі болады ғой, кезең-кезеңмен болып тұрады. Сондай философиялық дағдарыстан, экзистенциалды дағдарыстан сізді шығуға көмектескен кітап болды ма? Сондай сәт болды ма? Сол кітапты айтыңызшы. Бірінші кезекте ол енді андай ғой, бір жылда бір күнде болып қалмайды екен ол нәрсе. Толқынмен кеп отырады. Енді адам бекерге мүшел жас деп мүмкін бөлмейтін шығар. Соның барлығы бір толқындар ғой, адамның жаңағы бойында болып отыратын, тағдырында болып отыратын. Бірінші жалпы мені осы әдебиетке қайтарған автор ретінде ол Мұхтар Мағауин болған. Оған дейін мен кітапты мүжідім, оқыдым, бірақ бір жылдары кәдімгідей 5 жылға ұзақ уақыт қол үзіп кеттім. Кәдімгі үлкен калибрлы мен ғой. Оқыдым да, мен деген шығармасын оқыған кезде мен миссия деген не екенін түсіндім. Мен кішкентай шегесі болсам да, үлкен қазақ деген бір кигіз үй болатын болса, сол кигіз үйдің керегесінің бір басын бір-біріне біріктіріп тұрған кішкентай шегесі болсам да, мен бір нәрсені істей алады екен. Оның ұсақ жаңағы ірісі болмайды екен. Өйткені жапондардың да бір несі бар ғой, аттың тағасын дұрыс шегелемей, жаңағы таға ұшып кетіп, ат құлап қалып, жаудан жеңіліп қалдық деген. Тура сол сияқты біздің әрқайсымыздың осы отырған үшеуміздің өзіміздің бір кішкентай миссияларымыз бар. Сол кішкентай миссиялар үлкен қазақ деген дөңгелекті домалатып келе жатқан шығар. Біз оны білмейміз де. Сондықтан сол бірінші кезекте сол миссияны түсіндірген маған Мұхтар Мағауиннің шығармашылығы болды. Жалпы ол өмірін осы жақында ғана мен Нобель сыйлығының қайтыс болған адамдарға берілмейтінін білген кезде қатты өкіндім. Өйткені мен ойлайтын, қазақтан бірде бір алатын адам болатын болса, ол
Мақтар Мағауин деп ойлаймын. Өйткені енді Нобельдің жаңағы өзі ұстанымы әдебиет сыйлығында беретін, ол бір халықтың, бір ұлттың құндылықтарын және сол тарихи кезеңдегі оның қайдан ұтылғанын, қайдан жеңгенін, концептін көрсете алған. Ол кісінің бүкіл тұтас шығармашылығы жаңағы большевизм, коммунизмнің жаңағы әшкерелеген, тұтас ұлттарды жойып жіберген, жаңағы үлкен, қалай десем, үлкен бір гильотинаны әшкерелеген дүние болды да ол кісінің шығармашылығы. Өкінішке қарай енді ол нәрседен айырылып қалған екенбіз. Әлі күнге неге ол кісінің көз тірісінде әдебиет жаңағы ағылшын тіліне аударылмады, неге біз оның маркетингімен айналыспадық, неге әлемнің барлығы жаңағы большевизм мен коммунизмнің қарсы болып тұрған кезде, қызыл әлемге қарсы болып тұрған кезде біз ол кісінің шығармашылығын неге дәріптемедік деген сұрақ менің басымда қақ қойды. Бірақ дегенмен мүмкін ол да бір өтеміз шығар, төлеуіміз шығар. Одан кейін 30-дан асқаннан кейін өзіме өзімді қайтарған жазушы ол сол Елиф Шафак болды. Кім? Елиф Шафак, түрік жазушысы, түрік-британ жазушысы. Ол жалпы, ол мүмкін жаңағы миссия тұрғысынан емес, ол адами тұрғысынан, әйел тұрғысынан деп айтсам екен, көп дүниеге жаңағы өлім мен өмірге, өмірдегі болатын әртүрлі кедергілерге көзқарасымды мүлдем 180 градусқа өзгертіп жүрген. Келесі бір кезеңге аяқ бастық, ол жасанды интеллект кезеңі деп аталады. Технологиялық этаптың келесі бір қадамы ChatGPT туралы айтайықшы. ChatGPT көрермендерге түсінікті болсын. ChatGPT деген кезде тек қана ChatGPT де емес, ол Gemini, Grok, DeepSeek, Claude деген секілді барлық жасанды интеллект чат-ботын айтып отырмын. Яғни ChatGPT арқылы қазақша роман жазылуы мүмкін бе? Жазылса сіз оқыр ма едіңіз? Мен қызық үшін оқыр едім, эксперимент ретінде оқыр едім біріншіден. Бірақ оған әлі ұзақ жүреміз ау. Неге? Өйткені алғашқы романдар жазылып Амазонда сатылған. Америкада ғой, әлі бәрібір ол жерде бұл жасанды интеллект деген бәрібір адамдарда бір не бар да, автор ретінде әлі қабылдай алмайды оны бәрібір. Адам ретінде қабылдай алмайды. Ол жаңағы сюжеттің бүкіл құрылымдарын, сөйлемдердің дұрыс жаңағы қолданылуы барлық жағынан дұрыс шығар, ешқандай кем-кетігі жоқ шығар. Бірақ қазақ тілінде әлі ондай көре алмаймыз. Өйткені осы жақында бір қыз трецқа жазып қойыпты. Төлен Әбдіктің Сүйекші деген кітабын оқып бітірдім деп. Сосын бәрі анан талап жатыр астында, нағып сен бүйтіп жазып жатсың деп. Сосын түсініп жатырмын да, ол байғұс оны бір жазайын деп жазған жоқ. Сол ChatGPT-ден сұрады ғой, құдай біледі Сүйекшінің авторы кім деді. Сосын анау алды Төлен Әбдік деп ұра салды. Өйткені ChatGPT ол ақпаратты қайдан алады? Ол жаңағы неде бар нәрсе ғой, кеңістіктен алады. Кеңістікте бар, соны алады ғой. Сол біреу қателесіп жазды, соны анау бере салды мынаған деген сияқты. Оны мынау қайтадан айналдырып, сол дөңгелекке қайтадан салды, сол лентаға. Соны ойлаймын, әлі ол нәрсеге толыққанды қазақ тілінде дұрыс бәрін қанағаттандыра алатын роман әлі жазылуға әлі ерте деп ойлаймын. Қаншама қателіктер бар, әлі тілдік қолданыста, ChatGPT-дің енді аудармасында көріп жүрміз ғой қазір. Романды толықтай ChatGPT емес, бірақ мысалға мен, Тимур Бектұр балалық шаққа саяхат деген мысалға бір роман жазып шықсам. Яғни негізгі сүйегі ChatGPT-дікі, бірақ арасындағы сөз оралымдары бола ма, сюжеттер, тарихтар, немесе басқа да бір мәліметтерді менің корректурамнан, редактурамнан өтсе. Ол кімнің шығармасы болады? Тимур Бектұрдың шығармасы бола ма, ChatGPT-дің шығармасы бола ма? Енді мен әдебиетті не үшін оқимын? Мен әдебиетті сезім үшін оқимын да, мысалы. Жоқ, сол сезімі менен болса, мәтіні ChatGPT-ден болса. Жоқ, мәтіні андай ғой. Елу-делу дейсіз ғой. ChatGPT сізге структурасын жасап береді, құрылымын жасап береді. Міне былайынан оқиға басталады, сосын мынандай сюжеттік бұрылыс, екінші сюжеттік бұрылыс, үшінші сюжеттік бұрылыс, сосын міне шиеленісі, міне байланысы деген сияқты. Ол қаңқа айтып отырмын ғой, барлық ол андай әптен уже қолданылып, ол жағынан ешкім велосипед, ChatGPT да велосипед ойлап таба алмайды ол жағынан. Мүмкін табатын шығар, білмеймін. Мен динозаврлар сияқты сөйлеп жатырмын ғой, жоқ, ешкім ойлап таппайды деп. Бірақ сіздің
Маңғыстаудың даласында қаңбақ осылай дөңгелейді деген сіздің суреттеуіңіз керек маған да. Жоқ, соны қосқанда автор кім болады? Ол ChatGPT бола ма, Тимур Бектұр бола ма? Тимур Бектұр болады мен үшін. Сіз қалай ойлайсыз? Ендеше күтіңіздер, менен бір роман шыққан. ChatGPT бәрібір бізге жаңағы Ақтаудағы түтіннің қалай шығатынын ол бәрібір суреттеп бере алмайды. Қазір енді бүткіл әлем жасанды интеллект тура осы сұрақтар, авторлық құқыққа байланысты сұрақтар бүткіл әлем толғанып жатыр ғой қазір. Әр ел өзінше айтып жатыр. Жапония басқаша, Корея басқаша, Евроодақ мүлдем басқаша, Америка басқаша, біз басқаша деген сияқты. Бізде де қазір жасанды интеллект бойынша заң қаралып жатыр дейді. Бізде қалай қарайды екен, соны біз қарауымыз керек. Өйткені ол біздің шығармашылық болашағымыз ғой. Мысалы, дүние жүзінен оқшауланып отыруға болмайды. Оны шығармашылық деп таныса, белгілі бір деңгейде. Және оны шығарманы жазғаннан кейін соны ашық берсе, бұл шығарманың мынандай кезеңінде жасанды интеллект қолданылды, немесе оны қазір мысалы Facebook посттарды өзі анықтап жасанды интеллектпен қолданылған. Бұл ИИ-дің көмегімен жасалған деген жаңағы дисклеймерді өзі берейін деп жатыр ғой мысалы. Бұл жерде 3 этап өтеді екен. 3 этап өтеді екен. Біріншісінде ешкім ештеңе айтпайды. Музыканы да, фотоны да, видеоны да, әдеби шығарманы да шығара салады және шығарып жатыр. Яғни айтпайды, яғни енді қарақшылық, пираттық деп айтсақ келе ма келмей ме білмедім, плагиат деп айтсақ келе ма келмей ме білмедім, бірақ алғашқы этап солай болады екен. Яғни бүркенеді, мысалға Тимур Бектұр деп қояды, бірақ барлығын ChatGPT жасайды. Ғылыми жұмысты да, академиялық жұмысты да барлығын. Америка бұл этаптан ендігі өтіп кетті. Бірақ 2022 мен 23-тің арасында Google Scholar'да бірнеше жүздеген жасанды интеллект арқылы жасалған ғылыми мақалалар жарияланып кетті. Оны енді академиялық орта амал жоқ қабылдады. Өйткені білмей қалды, ол толқынды білмей қалды, байқамай қалды. Екінші этап болады екен, ол жаңа сіз айтып отырғандай дисклеймер қою. Фото, видеода watermark болу, мынандай мәтіндік шығармалардың артына ChatGPT-мен бірлесіп жазылды деген секілді дисклеймер. Үшінші этапта ештеңе қойылмайды екен. Қайтан түсіндірсеңізші, ештеңе қойылмайды. Үшінші этапта жасанды интеллекттің біздің барлық өмірдің саласына дендеп еніп кететін соншалықты. Бәріне бәрібір бола ма? Бәріне бәрібір болады екен. Және жасанды интеллектсіз ештеңе жасалмайтын болады екен. Фотосы да, видеосы да, мәтіні де барлығы да. Ол қалыпты жағдай ретінде қалыптасады екен. Мәселен, біз бұрын рефератты барлығын қолмен жаздық қой, компьютермен жазамыз, сол сияқты болады. Енді сіз айтпақшы, ой тереңдігі, критикалық ойлау жүйесі, анау креатив индустриядағы бір өнімдер бар ғой, кітап бола ма, фото, кино, клип, басқа дүниелерді қабылдауда оқырманның талғамы бөліне бастайды екен да. Яғни жасанды дүниені окей деп қабылдайтындар болады. Немесе тек қана Феррари мініп, Rolex тағатын сияқты адам қолынан шыққан дүниелер өте қымбат болады екен да. Тек ГМО деген сияқты ғой, ГМО органика деген сияқты. Тек эстеттер ғана. Ол жерде бірақ жазылып тұрады ғой, ГМО қанша пайыз деген сияқты, сөйтіп пайыздар көрсетілмей ма? Іштей сезіп тұрамыз, иә? Іштей сезеді. Бренд сияқты болады ғой. Яғни адамның қолынан шыққан дүние, оларды тек эстеттер қолданады, ол қымбат болады, соған бара жатыр екен. Ол да қызық, сол заманның өзінің әдемі бір экспириенсі болады. Демек, болашақта өте қиын уақыт келатыр. Шығармашылық адамдармен емес, роботтармен бәсекелеседі. Өйткені қараңыздаршы, бұрынғы вокалды инструменталдық. Мына бәсекені жеңбей, ана бәсекені қалай болар екен? Бұрынғы вокалды инструменталдық ансамбльдер, виялар, олар цифрлық аранжировканы ақыр қабылдамастан кетті. Жоқ, бұл музыка емес деді. Қалай сен жалғыз өзің компьютерде отырып, 2-3 кнопканы салады екенсің, 2-3 кнопканы басады екенсің, ол мына жерден ноталарды қойып шығады екен да, сен оны MP3 қылып көшіріп алып,
ремикс деп тағы бірдеңе деп жариялай салады екенсің да, өзіңді музыкант дейді екенсің. Сен пианино ойнап білмейсің, домбыра тартып білмейсің. Мен сағаттап жасаған нәрсені сен неге де. Көрдіңіз бе? Бұл этапта сондай екен да. А бірақ қазір енді жағы Иманбек па, біздің ремикс мистеріміз қандай жүлде алып еді? Грэмми, әлемдегі ең үздік музыкалық жүлде. Грэмми алды. Музыкадағы Оскар ал. Демек, осындай бір қызық тренд болып жатыр. Өте қызық. Уақыт солайынан алмасады. Ол мысалы біздің қазіргі жасап жатқан дүниелерімізді осыдан 100 жыл бұрынғы адамдарға айтсаң, сендер қуасыңдар ма дейді ғой, мысалы. Сол сияқты. Ал енді сол оқырман, кітап деген тақырыпқа қайта оралсақ, осындай бір алапат технологиялық жаңа процесстер болып жатқан кезде біз қазақ әдебиетін қайтадан қалай енді тірілтеміз? Осы жағдайда тағы кітап құтқарады бізді. Клаус Швабтың 4-ші индустриялық революциясын оқимыз. Бұның барлығы адамның жүрегіне байланысты, қадамдарына, таңдауына байланысты. Сіз қандай нәрсені дұрыс деп есептейсіз, сол дұрыс болады. Мысалы, шыңғырып айтады ғой, өтте мындай таңдаудың алдында қаламыз дейді. Мынау дұрыс, мынау бұрыс деп айту, ол тек сенің жүрегіңе, ішкі безбеніңе байланысты болады дейді. Сондай нәрсеге кеп қалдық қой қазір, нені бұрыс, нені дұрыс деп айтуға кішкене ойланып қалатын уақытқа келді. Бірақ мен үнемі жастармен кездескенде, ата-аналар сұрақ қойғанда да, өзім ұлдарыма да, балдарыма да айтып жүретінім бұл не дамыса да, жасанды интеллект болсын, басқасы болсын, классиканы жақсы көрем. Сондай қазақта бір керемет сөз бар, артық білім кітапта деген. Қазіргі таңда мынау жасанды интеллект білмейтін информация бар негізі. Ол кітапта екен. Өйткені онлайн контенттің барлығын олар парсинг жасап болған, оқып болған. Енді олар YouTube-қа қарай көшіп жатыр. Ал мәтіндік контентті жұтып болды. Енді аудио-видеоны қарайды. Бірақ кітапқа жете алмай жатыр да. Ол жағынан енді қазақ әдебиетінің бір озық тұрған нәрсесі бар. Өйткені бізде көп нәрсе цифрландырылмаған. Менің күресіп жатқаным қазір енді сол қарғында да біздің қайта-қайта айта беретініміз, танылмай жатқан авторларды алып келіңдер, соларды таныстырыңдар. Мысалы, қазақ әдебиетінде андайда бір 5-6 автордың аты аталады, былай қарап тұрсаң, қазір кез келген газет, журнал болсын, жаңағы ютубың болсын, барлығында сол Дулат Исабеков, Мұхтар Әуезов, Мағауин соны ғана айта береді. Қаншама жазушылар бар, әлі кітаптары ешқай жерде айтылмаған, бірде-бір олардың атымен хэштег жасалмаған. Ол хэштегтер білесіздер ғой, қандай нәрсе екен, ертең кез келген ақпаратты іздегенде сол хэштегтер жұмыс істейтін. Сондықтан ол жаңағы айтып отқаным сол, қазақ әдебиетін әлі жаңағы ешқандай жасанды интеллект меңгере қойған жоқ, тура сол деңгейде. Сіз дұрыс айтасыз. Неліктен осы жаңағы негізгі мейнстримде жүрген жазушылардың арасында, мысалға айталық, Әбіш Кекілбаев жоқ осы? Ауыр жазады өте. Өте күрделі, ол кісінің анау сөйлем мына жағынан басталып, мына жағынан. Модельдерге оқытып жіберу керек қой. Технология кеңістікте қайта-қайта шыға берсе, оны да үйреніп аламыз. Мысалы, Дулат Исабековтың танымал болуына өзім бірден бір үлес қостым деп айта аламын. Мысалы, осыдан 5 жыл бұрын жастар білмейтін ондай жазушы бар екенін. Тек қана қазақ әдебиетін оқып өскен адамдар ғана Дулат Исабековтың қазір мысалы таң қалып, мен сүйек үшін оқыдым деп тұрып тіретісті, сосын уже андай адамдар раздражение бола бастаған, неге оқыдым деп айта бересіңдер, бәрі ол баяғыда оқылып кеткен нәрсе, халыққа енді жетіп жатыр ол нәрсе, көрдіңіз бе? Сондықтан Мұхтар Мағауиннің қаншама мысалы 26 томдық шығармашылығынан тек қана 3-ақ шығарманы біледі, жаңағы Көк мұнарды ғана біледі, Сары қазақты біледі, Шақан шерін ғана біледі деген сияқты. Басқалары әлі теңіз олар үшін тексерілмеген. Енді сізге осы жерде бір сұрақ қояйыншы. Біз ақырындап өзіміздің әңгімеміздің соңына жақындап келе жатырмыз. Бізде өзіңіз сияқты мықты қыздар, мықты кәсіби мамандар керемет жобаларды жасайды. Бірақ жобаларын коммерциализацияламайды. Жаңағы қауымдастық күйінде қалып отырады да. Мысалы, қарапайым ғана, мысалы, бәріміз білетін Памела Андерсон, мысалы, жоқтан пайда болды да қайтадан өзінің жаңағы эко ұстанымдарымен, табиғи ұстанымдарымен жалт қаратты әлемде. Сосын Netflixте керемет кино шықты. Содан кейін қазір ол кісі
эко өнімдермен айналысады, қазір Америкада дүкендер ашылды деген сияқты. Сол сияқты сіздің жасап жатқан жұмысыңыз жаңағы институционалданып, белгілі бір дүкенге немесе бір үлкен баспаға айнала ма, сондай сөзді естігім келеді. Бәрінен осылай сұраймын, ондай ой жоқ дейді да, бірақ сіз олай айтпайтын шығарсыз деп үміттенемін. Айтамын ғой десең. Мен өзі андай ғой, менің буыным, мен ақшадан қатты қорқатын буынмын. Мәселе ақшада емес. Жоқ, ол андай ғой, мысалы қазірдің өзінде сол қарғынды өткізіп жатқан кезде сұраныс бар, мысалы. Бірақ мен билетін қымбаттаттырмай отырмын да, мен мысалы. Қойындар ондай нәрсені сатуға болмайды. Қазір 3000 теңге мысалы. Олар айтады, адамдар аншлаг болып жатыр ғой, келген сайын неғып оны қымбаттатпаймыз, неғып өзіңіз кішкене болса да пайда таппайсыз дейді да, мен жоқ деп тырысып отырмын. Соны айтамын, ақшадан. Неге өзіңіз мықты авторларды таппасқа, неге өзіңіз менеджер болып жаңа жұлдыздар тудырмасқа? Менің ішкі ресурстарым соған жетпей жатыр да. Жетеді. Соны тырысу керек оған. Мен андай әлі күнге дейін жаңағыдай көлшіктің деңгейінде ойлап отырмын да, именно сол қаржылық жағынан келген кезде. Әйтпесе біздің мысалы жаңағы шафоголиктеріміз бар ғой, олардың барлығы кофейня ашайық, ол жерде кәдімгідей өзіңіз таңнан кешке дейін жүріңіз, адамдар келсін, әңгімесін айтсын. Сара Джессика Паркер да, біз көп мысалдарды білеміз, әлемдік топ жұлдыздардың барлығының кітап клубтары бар. Менің сүйіктім. Олар өздерінің жобаларын қазір $1 миллиард сатып жатыр. Соңғы сделканы білесіз ғой, қанша болған мысалы. Ол $1 миллиард барып жатыр да, баспа құрып жатыр. Өздері жаңа мықты авторларды тауып, енді ар жағында мықты команда жұмыс істеп жатыр ғой. Неге солай жұмыс істемеске? 100% келісем, бірақ өзімнің ішкі ресурсым сол нәрсеге жетпейді. Әйтпесе андай былай істейік дейтін жастар өте көп. Мен просто ойлаймын, егер мен осы дүниені алып біреу ары қарай дамытам деп жатсам, мен тек қана батамды беріп, жаным күнім бар, жолың болсын деп айта беремін. Әйтпесе мен де мысалы армандаймын, Риз Уизерспун сияқты, ол кәдімгідей Америкадағы кітап оқитын әйелдердің пайызын 2 есеге арттырып тастаған адам да мысалы. Және қазір ол оны продюсированиемен айналысып, кітаптың сатылуы, сериалдың сатылуы, қаншама актерлардың қайтадан, режиссерларға қайтадан түсіруге мүмкіндік беріп жатыр. Ол мықты бас енді. Және өзіңіз есіңізде ме, сіз қарынға келген кезде айттыңыз ғой, біз бәрібір әлі масштабты ойлауға шыға алмай жатырмыз. Оған жаңағы ішкі сенімсіздігіміз бір тартып тұрады да бірдеңе. Не деші бір сөз қазіргі бар ғой, модный сөз, миыңдағы шекараларды. Сол шекараларды бұзып шығу қиын болады да. Коуч боламыз ау мен бір күні. Мен білмеймін, сол барлығы айтады ол жағында. Ол 100% керек дүние. Біз мысалы осы шетелге барған кезде мен таңғаламын да, Құттай бір қуысты алып алады да, керемет нәрселер жасап жатады да, ал біз жаңағы біріншіден біздің миымыз солайынан қалыптасқан, мен бірден ашсам үлкен бірден ашығым келеді да, қазір оған табандап баруға сол миымның шекарасы әлі жетпейді. Бір кезде бәріміз осы Перизат ханымның үлкен дүкенінде, үлкен сарайында кездесетін сияқтымыз, иә? Сол барып кафе шаппасақ. Айтқаныңыз келсін. Әумин. Ендеше осы әдемі нотада бүгінгі әңгімемізді аяқтайық. Сіздің сұхбатымызға келіп, осындай емен жарқын әңгіме айтқаныңызға көп рахмет. Әйтеуір сол жаңағы жасанды интеллекттің тамағына қазақша әдебиет, қазақша тіл көбірек болса екен, әйтеуір қате сөз, қате ойлар, енді қате ойлар деген жоқ. Тура адрес бойынша айтып жатсыз. Сол үшін жұмыс істеуіміз керек, қазақша контент көбірек болсын, кез келген қандай ой айтсақ та қазақша болсын деп балаларға, жастарға қақсайтыным. Тіпті андай болады ғой, 500 оқырманы бар қыздарым айтып отырамын, әй, привет деп жазсаң да сәлем деп жазшы, Құдай үшін. Өйткені сен ақпараттық кеңістіктесің. Болды, сен кірдің ба, сен жауапкершілік артып отыр сенің мойныңа. Сондықтан қазақша деп барлығына қақсайтын. Қазір енді осы бір эфирді пайдаланып өзіміз айтып кетейікші. Біздің тіл қазына қазақша ойлайтын, қазақша түсінетін, қазақша қорыта алатын тіл моделін жасады. Жалпы Қазақстан бірнеше тіл моделін жасады. Бұл дүние жүзіндегі өзінің ұлттық тіл моделін жасаған аз мемлекеттердің біріміз. Оны мақтануымыз керек, айтуымыз керек. Оған
оған қуануымыз керек. Сосын алдарыңызда тұрған Тимур Бектұр Қазграмманы жасап жатқанымызға біршама уақыт болды. Ол қазақ тіліндегі мәтінді сауатты жазуға көмектесетін үлкен жүйе. Қазір ол Документол, Кигов, тағы да өтінішке қосылды. Енді көпшілікке бұл бағдарламамыз эфирге шыққанша көпшілікке беріліп те қалатын шығар. Сондықтан біз жасанды интеллектке азық беруші мамандар ретінде, соны тәрбиелеуші мамандар ретінде кітаптың өмір сүргенін, кітаптың дамығанын, кітаптың біздің досымыз болғанын қалаймыз. Және осы ұстаныммен бізден кейінгі ұрпақта жұмыс істегенін қалаймыз, тілейміз. Сізге үлкен рахмет. Сіздерге рахмет көп. Үлкен рахмет. Ұзағынан болсын. Амин.